Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз қорытынды жарыс алдындағы дайындық. Жарыс алдындағы дайындықтың кезеңі спортшының жыл бойғы жаттығу жұмысының ең жауапты кезеңі. Бұл кезеңнің басты мақсаты спортшының ең жоғары спорттық күйін жарыс уақытына дәл келтіру. Физиологиялық, психологиялық және тактикалық тұрғыдан дайындықтың барлық бағыттары жоғары нәтижеге жетуді қамтамасыз етуге бағытталады. Жарыс алдындағы дайындық бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады және ол спорт түрінің ерекшелігіне байланысты болады. Жарыс алдындағы дайындықтың маңызына келетін болсақ, жарысқа дейінгі соңғы кезеңде спортшының денесі мен психикасы артық жүктемеден босатылып, оның орнына белсенді демалыс пен нақты бағытталған жаттығулар беріледі. Мақсат, яғни организмнің күшін сақтау, бірақ спорттық тонусты жоғалтпау. Маңызына келетін болсақ, тұрақтылық, нақтылық, психологиялық сенімділік, физиологиялық тепе-теңдік және тактикалық үйлесімділік маңызды рөл атқарады. Яғни тұрақтылық ол үйренген қозғалыс пен техниканы бұзылмауы. Нақтылығы жаттығулар жарыс жағдайына барынша ұқсас болуы тиіс. Психологиялық сенімділік, яғни спортшы өз күшіне сеніп шығуы. Физиологиялық тепе-теңдік ол артық жүктеме мен шаршаудың алдын алу. Тактикалық үйлесімділік ол спортшы мен команда әрекеті жарыс стратегиясына толық сәйкес келуі керек. Жарыс алдындағы дайындықтың құрылымы: физикалық дайындық, екінші күш, төзімділік, жылдамдық және икемділік қасиеттерін тұрақтандыру. Үшінші жаттығу көлемін азайту, бірақ қарқындылықты сақтау. Төртінші дененің қалпына келуін арналған жеңіл жаттығулар мен стретчинг қолдану. Бесінші техникалық дайындық. 6. Техника элементтерін қайталау, ұсақ қателіктерді түзету. Және соңғысы 7. Жарыс алдында немесе оған ұқсас жағдайда жаттығу өткізу керек болып табылады. Жарыс алдындағы тәртіп пен күн тәртібіне келетін болсақ, яғни күн тәртібі элементтері ол ұйқы, тамақтану, су ішу тәртібі, жаттығу. Ал негізгі ұсыныстарға келетін болсақ, яғни ұйқы, яғни түнгі 8-9 сағат, жарыс алдында күнде толық тынығу. Тамақтануға ұсыныс жасайтын болсақ, яғни жеңіл, бірақ энергияға бай тағамдар, майлы және ауыр тағамдардан бас тарту. Су ішу тәртібі тұрақты, бірақ шамадан тыс емес. Жаттығу, яғни қысқа, нақты психологиялық сенімділік беретін жаттығулар жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Жарыс алдында осындай күн тәртібін сақтау керек болып табылады екен. Жарыс алдындағы ұйымдастыру кезеңдеріне келетін болсақ, 3 кезеңде бөліп алатын болсақ, жарыс алдындағы ұйымдастыру жұмыстары спортшылардың дайындық деңгейін арттырып, жарыстың сәтті өтуін қамтамасыз етеді. Бұл кезең бірнеше негізгі бағыттан тұрады. Екінші, жарыс жоспарын бекіту, жарыстың уақыты, орны және ережелер нақты белгіленеді. Және үшінші, қатысушылар тіркеу және тексеру, спортшылардың денсаулығы жағдайы, құжаттары мен спорттық дәрежесі анықталады. Жарыс алдындағы дайындықтың артықшылықтары мен қиындықтарына келетін болсақ, артықшылықтары олар: жоғары спорттық нәтиже алу мүмкіндігі және дене және психика жарысқа толық дайын болады. Тәжірибе мен сенімділікті арттыру, яғни спортшы жарысты алдын ала елестеп, өзін сенімді сезінеді. Және тактикалық дайындықтың жетілуі, қарсыластың стратегиясын есепке алу мүмкіндігі болып табылады. Қиындықтары: артық жүктеме, дайындық кезеңде ағза шаршап, тері әсер етуі мүмкін. Және психологиялық қысым, яғни жарыс алдындағы жауапкершілік стрессті күшейте алады. Және уақыт тапшылығы, барлық дайындық элементтерін толық орындау қиынға соғуы мүмкін. Осындай артықшылықтар мен қиыншылықтардан тұрады екен. Жарыс алдындағы дайындықтың тиімділігін арттыру жолдарына келетін болсақ, жоспарлы және кезеңді дайындық болады. Жаттығуларды алдын ала жоспарлау, физикалық және психикалық жүктемені кезең-кезеңмен арттыру. Келесі, физиологиялық тепе-теңдікті сақтау.
және артық жүктемеден аулақ болу, демалыс пен қалпына келуді қамтамасыз ету, және дұрыс тамақтану және су балансын сақтау дайындықтың тиімділігін арттыру жолдары болып табылады екен. Жалпы сабақты қорытындылай айтатын болсақ, жарыс алдындағы дайындық спортшының жылдық жаттығу циклінің шешуші бөлігі. Бұл кезеңде дене мүмкіндігі мен психологиялық тұрақтылықтың үйлесімділігі жоғары нәтиже мен жеңіске тікелей әсер етеді. Тиімді дайындық, яғни бұл тек физикалық емес, сонымен қатар психологиялық және тактикалық үйлесім. Жарыс алдында спортшының басты міндеті өз күшіне сену, артық уайымдамау және жарыс стратегиясын нақты орындау болып табылады екен. Одан кейін бізге үйге тапсырма, яғни өз таңдаған спорт түріңіз бойынша 3 күндік жарыс алдындағы дайындық жоспарын құрыңыз. Яғни жүктеме, психологиялық әдістер және тамақтану. Осындай жүктемені жазамыз, жүктеме қалай беріледі 3 күнде, 3 күн алғанда, психологиялық әдістер, қандай әдістер жасайсыз, және тамақтану режимі қалай болады, осы бойынша үй жұмысын атқарамыз. Одан кейін бізге берілген, яғни 10 тест сұрақ. Осы 10 тест сұрақты орындаймыз. Яғни басты, білесіздер, шартты сұрақты және дұрыс вариантты жазып өтеміз. Яғни қайсы дұрыс, сол вариантты жауабымен жазып өтеміз. Бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет.